Елбасымыз жоспарланып отырған заңнамалық бастамалар туралы қоғамды тұрақты түрде ақпараттандырып отыру керек деген болатын. Заң шығару үдерісінің аясын кеңейту жайы жүз нақты қадамда да көрсетілген. Осыған байланысты биыл өңірімізде қабылданған 59 заң жобасы тиісті сала мамандарына кеңінен түсіндіруді қажет етеді. Оны ақпараттандыру жұмыстары әр облыстағы әділет департаменттеріне тапсырылған. Осыған орай облыс бойынша әділет департаменті аумақтық семинар өткізді. Біздің аймақтағы алғашқы басқосуда қалалық, аудандық әділет органдары өкілдері мен облыстық әкімдік аппарат басшылары мен кәсіпкерлердің құқықтарын қорғаушы заңгерлер қатысты. Жиында алдымен құқықтық актілер туралы заң жобасы талқыланды. Атап айтқанда актілерді ресми жариялау тәртібі, актіні тіркеу саласындағы заңнама талаптары түсіндірілді. Мұнан соң мемлекеттік басқару органдарының норма шығармашылық қызметінің деңгейін одан әрі жетілдіру жайы сөз болды. Құқықтық мониторинг жүргізу жолдары айтылды. Семинарға қатысушылар пікір алмасып, өз ұсыныстарын да айтты. Мониторинг жүргізу барысында палата тарапынан 43-ші бабында бір әкімшілік кедергі анықталды. Атап айтқанда, нормативтік құқықтық актінің кері күші тек азаматтарға қатысты екені анықталды. Бұл жерде палата тарапынан азаматтар деген сөзді жеке және заңды тұлғалар деп өзгертуге ұсыныс берілді. Қазіргі таңда ол ұсынысымыз ұлттық палатамен қаралып жатыр. Алдағы уақытта мемлекеттік органға ұсыныс ретінде палата тарапынан беріледі. Барлық облыс аудандардағы аудан әкімдігінің осы заң жобасы бойынша жұмыс жасайтын қызметкерлер, мәслихат қызметкерлері барлығын жинап отырмыз облыс бойынша. Соларға түсіндірме жұмыстарын, алдағы уақытта қалай қандай тәртіппен жұмыс істейтіндігін өзіміз түсіндіріп өттік. Алдағы уақытта да өздері тарапынан ауыл округтерін шақырып, дәл осындай дөңгелек үстел өткізіп түсіндірме жұмыстары жүргізіледі.